Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті ізгі жақсылар. Қоғамдағы ең күн тәртібінен түспейтін өмір мен өлімнің қатар жүретіні ақиқат. Өмір бар жерде өлім міндетті түрде болады. Біздің ағайын туысымыздың, сүйген жарымыздың, бауыр етіміздің өмірден өткен уақытында оның ағайын туыстары, бауырлары жылайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солған қатысты мына бір ескерту хадисін жеткізген. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Иннал майита ла юаззабу би букаи ахлихи алейхи." Расында да бұл өмірден өткен адам оған бағытталған, яғни оған өзінің туған туыстары, оның отбасы, оған жылау мәселесінде ол азапталады деген. Бұл хадистен алатын ұғым, мағана, адам, екінші бір хадисте айтады, бір адам туған туысы қайтыс болғаны үшін іштей қынжылса, іштей еріксіз жылайтын болса, көзден жас ағатын болса, ол рұқсат дейді. Бірақ та мына бір сөздерді айтуға болмайды. Оны алсаң да мен алсаң қайтеді, ол жас еді, әлі өмір сүру керек еді деп, Раббымызға қарсы осындай келеңсіз сөздерді қолданып қоюдан бізді Алла Тағала сақтау керек. Және де ең бірінші, Алла Тағала анамыздың жатырында жатқан кезімізде ғана біздің ажалымыздың қай уақытта келетіні, және де рызық несібеміздің мөлшері, және де кімдердің туған туысы болатынымыздың баршасын жазып қойған болса, мұсылман адам соған «Сами'на ва ату'на», біз естік, итағат еттік деген соған иман келтірген адам ретінде сол әмірді мойындау керек болып табылады. Сол себепті біздің ағайын туысымыз, өзіміздің ең жақындарымыз, өзіміз танитын кісілер өмірден өткен кезде қимастықпен шығарып салу бір бөлек, оның артынан жылау, сықтау деген дүние ол бір бөлек болып табылады. Алланың берген өміріне разы болу, Аллаға Алланың бергеніне разы болу, пайғамбарға пайғамбардың айтқанына разы болу, ол мұсылманға хас сипаттың бірі болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде сізбенен біздің басымызға түсуі мүмкін болған барлық қиындықтар өтті. Мысалы келтіретін болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи әкесі Абдулла пайғамбар өмірден келмей тұрып та өмірден өтіп кеткен. Әмина анамыз пайғамбардың анасы. Пайғамбар өмірге келгеннен кейін есін білер-білмес өмірден өтіп кетті. Атасы өмірден өтті, көкесі өмірден өтті, таш жетімдікті көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам перзенттері де өмірден өтті. Бірінен кейін бірі шетінеді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір перзенті дүниеден өткен кезде мұнафықтар, дін дұшпандары мысқылдап күлген еді. Міне пайғамбардың перзенті өмірден өтті, енді пайғамбар өмірден өтетін болса, ислам діні тоқтайды деді. Мысқылдап күлді. Пайғамбарымыз саллаллаху бұл сөздерге қатты көңілін алды, ренжіді. Сол уақытта баршамыздың білетін мына бір сүре түсті. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар инна шанияка хуал абтар. Бұл сүрені баршамыз білеміз, бала шағамыз жаттатқанбыз. Бұл сүре Кәусар сүресі. Инна а'тайнакал каусар, біз саған Кәусар бұлағын бердік. Және де екінші мағынасы кәсир деген араб тілінде көп деген мағынаны білдіреді. Кәусар көптеген нығметтерді саған бердік. Және де инна шанияка хуал абтар, сенің перзенттерің қайта-қайта шетінеп кеткен уақытында сенің сыртыңнан мысқылдап күлгендер, Мұхаммедтің перзенттері шетінеп жатыр. Енді Мұхаммедтің артынан ұрпақ қалған жоқ. Енді Мұхаммед өмірден өтетін болса, бүкіл дін тоқтайды деп мысқылдап күлгендердің инна шанияка, сенің ар намысыңа тиіп, шаныңа тиіп жатқандар, хуал абтар, олардың өздері перзентсіз қалды деген аят қой бұл. Сол үшін фасалли ли раббика ванхар, Раббыңа мінәжат жасап намазыңды оқы, және де не құрбандығыңды шал деген аят түскен. Бұл аяттың түсу тарихы осы. Сол себепті біз пендеміз, дүниеге келдік. Біз жоқ едік, анамыздың жатырынан бізді барғып жаратты. Дүниеге келдік, жан-жағымызға қарасақ бармыз, өмір сүріп жатырмыз. Соны нығмет ретінде білейік. Өмірді білесіздер, кеше, бүгін, ертең.
Егер кешегіні еске ала беретін болсаңыз, онда жұмысыңыз алға баспайды. Ал ертеңге тек қана жоспар құра беретін болсаңыз, бүгіннің қадірін білмейсіз, бүгіннің ләззатын тата алмайсыздар. Сол себепті бүгінгі ләззатты сезіну керек, бүгінгі ғибадатты жасау керек, бүгінгі Алланың сізге берген дайындаған нығметін өзіңіздің мойныңызда сезіну керек болып табылады екен. Күніміз сәтті, түніміз тыныш болсын ағайын.